Сәлем, армысыздар. Бүгінгі жалғастыратын тақырыбымыз жасанды интеллекттің маңында. Соңғы жаңалықтар бойынша OpenAI-дің жасап жатқан Sora 2 модульдары ол жердегі текст пен видеоның генерациясының өте жақсы нәтиже көрсетуінде, ендігі креативті ортаның көптеген басты мәселелердің барлығы осы арқылы шешілуге болатын болды. Бұрынғыдай миллиардтап ақша құйып реклама жасап қажеті жоқ. Ұзаса бір $1000 маңайында осы барлық инструменттерді пайдалана отырып 3-4 минуттық әдемі рекламаны жасап шығуға болады. Әрине бұл жерде эксклюзивтік мәселесінің де туындауы мүмкін. Өйткені жасанды интеллект әлі үйрену барысында. Сондықтан тағы да бір себептер болатын болады. Және де басқа да ұсынатын мәселелері бар. Соңғы Астанада өткен Digital Bridge'де қатысып көп стартаптардың павильондарында болып қайттым. Аса бір жақсы бір айта қоятындай жаңалық жоқ. Өйткені қанша дегенмен тіл мен ортаның алыс жақтығынан кешеуілдеп келетін дүниелер көп. Әрине біздің нарық үшін ол бір жаңалық сияқты, бірақ қалыпты жағдай. Мысалы, өздеріңіз білесіздер, OpenAI-дің алғашқы осы бертінде ғана өткен презентациясында айтып өткендей, мысалы, басты 30 компания OpenAI-дің API-ларын пайдаланады. Олардың қатарына жаңағы өзіміз білетін IT ортадағы Zendesk дейді. Клиенттерді қолдау орталығының аппликациясы, және де Dialog бұл жаңағы тіл үйрету. Және де Canva одан кейін өз нарықта пайдаланып жүретін күнделікті әрбір агенттер, мысалы. Енді ол жағын тереңдетіп айта берсек, қазбаланып кете береді. Сондықтан басты нәрсеге қайта айналып келейік. Жасанды интеллектінің бізге беретін әзірге қандай пайдасы бар? Кейбір елдер, мысалы, 20 000 үкімет жұмысшыларын жұмыстан шығарып, орнында жасанды интеллект орнатылады дейді. Бұл бір ерекше бір қорқыныш хайп сияқты болғаны болмаса, бұл бір ойға келтіреді. Ал сонда жаңадан үйреніп жатқан жасанды интеллектінің деңгейіндегі үкімет қызметкерлері бар мемлекет расында да әлі даму қажеттілігі бар деген сөз. Бұл сұраққа басқа жағынан қараған дұрыс. Және жасанды интеллект сондай бір ғажайып дүниені жасап тұрған жоқ. Бұл адамның күнделікті қайта-қайта істей беретін жұмысын тек қана автоматтанды түрде ретке келтіріп жатыр деген сөз. Мысалы, күнделік жасалатын есеп-шот, бірдеңені толтыру, ақпаратты бір ортадан екінші ортаға реттеп салу деген сияқты. Осы мәселелерді бұрын адам отырып компьютерде соның барлығын қолмен жасайтын болса, енді дерек көздерін қосу арқылы бүкіл нәрсе автоматты түрде өңделіп отырады. Бұның бір келесі қадамы бар. Келесі қадамы енді осындай үлкен көлемдегі ақпараттарды анализ жасап, соның ішінен қайшы келетін ерекше болып көрініп тұрған дүниелерді ерекшелеп әкеп, соны адам назарына ұсыну. Бұл қандай кезде пайда болады? Мысалы, қаржы саласында қаншама бір күнде, бір сағат, бір минутта қаншама транзакциялар жүріп жатады. Элементарно, мысалы, біздің жаңа дүкенге кіріп бір 200 теңгеге нан алған деген сияқты. Осындай операциялар
әр минут сайын өтіп жатқан кезде осының ішінен ерекше бір назар аударатын дүниелерді бақылау үшін адамның көзі миыда жетіп үлгермейді. Өйткені транзакция көп, оны анализ жасау керек, реттеу керек, қайсысы қандай деген сияқты. Осының барлығын жасанды интеллектінің негізінде жасалған алгоритмге сүйеніп қандай да бір агенттерді орнатып қойса, агент деген нәрсе бұл не? Екі ортаны бір-бірімен байланыстырушы бұрын тұлға болатын, енді жаңағы жасанды интеллект. Бұл не істейді? Бұл баратта заңнамаларды салыстырады. Қазақстан Республикасының қаржылық туралы заңы бар, салық заңы бар, мысалы. Осылардың барлығының әрбір пунктілерін, түсініктемелерін, оның қандай цифрларға бағынышты екенін барлығын базасы бар. Ол жадында сақталып тұрады. Мына жақтан келеді, күнделікті жүріп жатқан транзакцияларды көріп отырады. Алады да, содан кейін агент ортада тұрады. Мынау бір ерекше екен. Бұл не себепті дейді. Заңға сәйкестіріп көреді де айтады, мына жағында келмейді, мынау болмайды. Бұны алады да атқарушы жеке адамға әкеп береді. Өйткені жасанды интеллекті заңды тұрғыда бір сөзбен айтқан кезде тұлға емес. Ол мөр басушы емес. Заң күшімен ондай нәрсеге құқық берген жоқ. Сондықтан ол адамның назарына әкеп ұсынады. Сол жерде отырған адам оны тексереді, сол адамға да жаңағы мөрін басады да ары қарай іске асуына жол береді. Сол сияқты егер қандай да бір система автоматты түрінде сізге жариялап, осындай бір қателігіңіз бар, мынандай деген нәрсе ұсынылатын болса, ол бекітілген дүние емес. Ол сіздің назар аударып, сол ортаға барып, соны нақтылап білуіңізге алғашқы берген ақпарат. Енді келесі этаптарда медицина саласында да бар. Медицина саласы бұл өте үлкен терең дүние. Өйткені бұл біздің қарапайым көзге көрінетін күнделікті нәрсе емес. Ауру әр адамның организміне сай дамып отырады. Ерекше болады. Өмір сүру салтына, ортасына, жеген тағамына, генетикалық адамның қалыптасуына байланысты. Осыған сәйкес әрбір адамның ауруларының деректері бар. Сол деректердің негізінде AI алгоритмдерге салынған модельдерді ол үйретеді. Қалыпты адамдікі мынандай болады екен. 2000 адамның қалыпты жағдайда мынандай өкпесінің суреті дейік. Ауру адам бар 5000-дай. Олардың осындай топтары болады екен. Енді осының ішінде ракқа айналу мәселесін қалай білуге болады? Жаңадан дамып жатқан кезде, не соған ыңғайланып дайындалып келе жатқан организмді байқап шешетін болса, бұл бірінші адамды ауырсыз сатыға жеткізбей емдеу үрдісін бастауға болады. Өйткені бұл алгоритм модуль ретінде қалыптасып үйренген болатын болса, оны әрдайым үйретіп отыруға болады ары қарай. Ол бір нүкте деп есептесек болады, бір тұлға. Ал дәрігер ол индивидуум. Ол адамның психологиялық көрінісі бар, ментальдық көрінісі бар, және де күнделікті өмір салтына сәйкес ол көп нәрсеге назар аудару мүмкін, аудармауы мүмкін. Оның тәжірибесі бар деген сияқты. Өйткені емханалардың да деңгейі бар. Қарапайым емхана болады, тереңдетілген емханалар болады, және арнайы орнатылған емханалар болады. Осындайдың барлығынан дәрежелі түрде өсіп өніп тәжірибе жинаған дәрігер болатын болса, ол кем дегенде бір 10-12 жылдан кейін аурудың алдын ала алатындай өзінде білім тәжірибе қалыптасады. Ал ол адам тағы бір 10 жыл жүргеннен кейін қартаяды. Тағы бір 10 жыл жүргеннен кейін ол кісінің тәжірибесі
нәтижелі болмайды. Өйткені жаңа технологиялармен ашылған дәрілер, емдеу жолдары, зерттеулер, осылардың барлығы жаңарғандықтан, ол адам өз білімін жаңартып отырмаса, оның 30 жылғы бұрынғы білімі деңгейі сай келмейді. Сондықтан жасанды интеллект бұл жерде үлкен мәселені шешіп бере алады. Актуальды түрде күнделікті жаңартылған білімді алып, бір модель осының барлығын анализ жасап отыра береді. Бұл ерекшелік адамдық бағыныштылықтан жүйені оқшауландыра алады. Ол не себепті? Мысалы, кез келген үрдісте жалпы үлкен системалардың өзінде де, қоғамның өзінде де ең бірінші әлсіз жер ол адам. Себебі не? Адамның ойлап тапқан дүниесінің механикалық тұрғыда болсын, электронды тұрғыда болсын, ол дүние әртүрлі алгоритммен реттеліп қойылғандықтан ол сол система сонымен жұмыс істеп тұрады. Оның ең бір әлсіз жері не болады? Физиологиялық тозу болады. Және де күш-қуат күшінің жаңағы үзіліп қалуы, мысалы, электр өнімдерінің, электр көзінің ажырауы, қандай да бір қуаттың жетпеуі деген сияқты. Машина келе жатыр, бензин таусылып қалды, сол сияқты. Бірақ бұл неге алып келеді? Ол не себепті деген кезде айналып қайтып адамға келеді. Ол уақытылында неге бақыланып, сол жерге қажетті энергия көзі берілмеді? Бұл тағы адам. Сондықтан әгі Құдай жолындағы жүрген адамдар айтады, пенделік деп. Пенделікке салынғандықтан. Мына ғылым ортасында немістерді Европа елдерінде неге ерекше бағалайды деп. Олар әрбір жұмыс барысын нақты бекітілген алгоритмге салады. Сол алгоритмнен шықпайды ешқашан. Пенделікке салынбайды деген сөз ғой. Сондықтан ол жүйе жақсы жұмыс істеп тұрды. Бірақ оның да жолын тауып, қазір Қытай елінің алдыға түсіп кеткенін білеміз. Өйткені адам күшінің көптігінен алгоритмді де өзгертіп, тез үрдіске жетуге болады. Енді осының барлығын жасанды интеллектіге әкеп салатын болсаңыздар, бұл жерде үлкен жұмыс қажет. Бір. Екінші, жасанды интеллектінің мықты жұмыс істеу үшін энергия көзі қажет, энергия көзін қамтамасыз ету қажет. Бір. Екінші, оған беретін ақпарат қажет. Мысалы, көп жерлерде айтпайды да, мысалы, мынандай бір нәрсе бар. Жасанды интеллект үйренеді ақпараттың негізінде. Ақпарат әртүрлі болуы мүмкін. Бірдеңе дүниені зерттеу барысындағы әртүрлі көрсеткіштер, не болмаса адамның жазған кітабы, мақаласы, әртүрлі дерек көздерінен жиналынған ақпараттардың барлығы ол ақпарат болып саналады. Бірақ мысалы, адам баласы қалыптасып дамуында ол қандай деректерге сүйенеді? Адам баласы әріпті үйренгенге дейін ата-анасы мен қоғамның өмір сүру салтына сәйкес көзбен көріп, осы ақпаратты алады. Енді AI дейміз, ол бейнені көру барысында тәрбиелене алмайды. Ол модульді сол деңгейге жеткізу үшін де өте көп бейне ақпаратты өңдеу қажет. Бір сөзбен айтқан кезде, адам баласы туа салған кезде, 40-нан шыққаннан кейін, кәдімгідей оның генінде қалыптасқан мынау қара, мынау ақ, мынау адам, мынау қозғалады екен, мынау қозғалмай тұрады екен, мынау биік екен, мынау алыс екен деген нәрсеге
көз жетіп сол миына қалыптасу үшін ол әрекеттену арқылы соны түсінеді. Ал жасанды интеллект ол әрекет қабілеті жоқ қой. Ол бақылаушы, ақпаратты өңдеуші болып тұра береді. Сол кезде оны әкеп салу керек адам баласы. Ал салмасаң, ондай мүмкіндік жоқ. Сондықтан біздің ішкі дүниеміздегі қорқыныш үрейіміз, ой санамыз, кейбір адамзат баласының ерекше бір креативті ойлары, дүниеге деген өзгеше көзқарасы. Қазір мысалы менің айтып отырған сөзімнің өзі менің өз көзқарасым, бірақ басқа адамның басқа көзқарасы бар. Осы сияқты жер бетіндегі 8 миллиардқа таяған адамның 8 миллиард көзқарасы демейін, енді бір жоқ дегенде бір соның тең жартысындай көзқарас бар. Сонда осының барлығын жасанды интеллектіге мультимодальды қалдырып енгізе алсақ, ол әрине ерекше болар еді. Барлығымыз үшін ойлайтын бір орта деп. Бірақ ондай болу қажет емес. Өйткені қазір дүниенің жаңа бір этапына өтудеміз. Мысалы, бірінші, екінші революциялардың технологиялық өрісінен өткеннен кейін енді 4-ші этабына келіп жатырмыз деп жатыр ғой. Сол кезде жер бетін адамзат баласын қайтадан бөледі. Ол қажеттілік солай. Өйткені кез келген үрдісті жүргізу үшін барлығымыз білеміз, мысалы, айналып келген кезде энергия қуатымен адамзат баласы үшін де жаңартылған дүниенің пайда болуының өзінде де энергия қуаты өте қажет. Ол энергия қуатын жасап жеткізіп тұру үшін адамзат баласы қажет. Адамзат баласына не қажет? Тамақтану қажет. Оның жылы орында тұрып өмір сүруіне, демалуына, осының барлығына қызмет жасалу керек. Ол қызметті көрсетуші дүниенің өзін қуаттандырып отыру керек. Енді осы дүние айналып бірімен байланысты ғой, енді барлығын түсіндіріп жатқанда артық деп ойлаймын. Бірақ сол кезде жасанды интеллект бүкіл дүниені жаулап ала алмайды. Ол үрдіспен әрбір салада бір ерекше көрініп барып, әрбір саланың өзінің көмекшісі ретінде болуы мүмкін. Бірақ барлығын қамту үшін оған жаңағы Америкада салып бастап жатқан жаңағы супергейт, мысалы, үлкен кластерлік орталық. Сол сияқты дүние қажет болады. Ол жерде барлық сала бір ортада ақпарат жинап өңделіп, жаңа көзқарас қалыптастырады. Оған жетеміз, ол кезде қандай нәтижеге жетеміз деген нәрсе бар. Өйткені күнделікті жасанды интеллектінің әрбір жаңадан ашуларында байқағанымыздай, ол адамның күнделікті өмірінің әрбір үрдісін жеңілдету үшін жасалып жатыр. Қиындату үшін емес, жеңілдету үшін. Ал бірақ қиындататын себебі бар, ондай технологияны пайдалана алмайтын адамның өмірін қиындатады. Өйткені сен соларды ортада жұмыс істей алмасаң, сол құралды пайдаланбасаң, ол рас, сен сондай сияқты, мысалы. Сен тамақ жеу үшін қалақ қасықты пайдалана алмасаң, қолыңмен жейсің деген сөз. Ал қолмен жегеннен кейін қолың арам болады. Оны сүртіп тазалау керек. Оған тағы да жуып тазалағанға көп шығын кетеді. Барлық үнемдеулікке әкеп тартады ғой. Енді осы үрдістерді бір салаға салып, барлығын бір үлкен дүние қылдырғанға дейін қанша уақыт кетеді деген әркімнің өзегінде мәселе бар ғой. Адамзат баласы қай күні осы жер бетінде өз мүмкіндігі мен қабілетінің арқасында қажетсіз болып қалатын сәтке жетеміз деген. Ол
болжамдар боюнча кем дегенде 50-ден 100 жыл керек дейді. Біреулер ол бертін ғана келуі мүмкін дейді. 20-30 жылдың ішінде. Оны бұрынғыдай болжаудың өзі қиындау. Бірақ енді кезінде атам заманында айтылған дүние бар ғой, ұрпақтың өзгеруі, жаңалықтың өзгеруі, дүниенің өзгеруі 2 мүшелік жастан кейін белгісін береді деп. Өзіміз байқағандаймыз. 2 мүшелік жас дегенің 25 жас. 25 жыл өту керек. Алысқа бармаймыз. Қазақ елінің өзін көрсеңіздер 25 жылда қалай өзгердік. Сол сияқты әрбір саланың өзгеріп, бір ұрпақтың бойына сіңіп, келесі ұрпақтан ол нәтиже шығып, сырттағы бақылаушы осы 2 ұрпақтың сыртынан бақылап отырған адамның көзқарасына ой тудыратын болу керек. Осы кезде барып сен дүниенің өзгеріп жатқанын байқайсың. Ал сол ұрпақ өз ішінде жүріп жатқанда ол сезбейді ешқашан. Ол өйткені ол үрдістің ішіндегі жүрген тұлға. Енді сондықтан басталды. Соңғы 10 жылда бір өте қарқын алып басталған дүние болғандықтан, ендігі соңғы күндердегі нәтижеге сәйкес бұл үрдіс өте қарқынды дамуы мүмкін. Бұрын жаңа қуат күшімен жаңағы процессорлердің шектеуіне байланысты бағынышты болатын. Енді OpenAI чиптерді өндіруші арнайы жасанды интеллектіге арналған NVIDIA мен AMD-ға екеуінің де акцияларын алып, өзін әртүрлі технологиядан бағынышты еттірмей, және де бүкіл күнделікті осы ғаламшар бетінде пайдаланып жүрген адамзат баласының әртүрлі аппликейшндарын бүкіл үрдісіне кіруінің өзі бұл үлкен бір күш әрі монополия. Бір жағынан өзін-өзі қауіпсіздендіру мақсатындағы жасалып жатқан әрекет. Сондықтан бұған әзірге бір сын беру, айту өте ерте сияқты. Өйткені бұл аяғынан жаңадан тұрып жатқан, енді нық тұрып жатқан үлкен компания. Әрине бағасын өте өсіру үшін, акциялардың тұрақтанып өсіп тұруына ықпал жасау үшін бұл әрекет пайдалы деп ойлаймын. Бірақ оның ар жағында ең нәтижелі не ұсынады адамзат баласына деген мәселе бар. Көп адамдар мысалы қорқады жасанды интеллектіден, біреу қауіпсізденеді, біреуі алшақтап қашады дегендей. Бірақ адам баласы таңертең ұйқысынан тұруына, өзіне тамақ істеп ішіп жеуіне, үйінен шығып жұмысына баруына, ауамен жұтып физиологиялық қозғалыс жасауына, ұятты емес ұрпағын жалғастыруына, ойлауына, өз ойын жеткізуіне, дем алуына, ұйықтауына және өзінің тұлға ретінде денесіндегі артық дүниені шығарып, және де өзін өзі сақтанып қалпына келуіне, мысалы, қазір жасанды интеллектінің ешқандай жасап тұрған пайдасы да, бөгеті де жоқ. Ол осы үрдістердің кейбір жетіспеушіліктерін
жақсартуға, жоғын пайда болдыруына жасалып жатқан дүние. Сондықтан бұдан қатты бір қорқатын дүние жоқ. Бірақ әрине бұл да анандай қазір хайповый дүние болып кеткендіктен нарықта барлығына үрей әкеп, барлығына бір анандай өзінің пайдасын ойлаған адамдарға қызығушылықпен осы үрдістен қалыспауына және солардың клиенттері болуына жасалынып жатқан әрекет. Айтар едім, қазіргі мысалы ауылда не болмаса қолында смарт телефоны жоқ адам 5 жылдан кейін осы өзіміздің ортамызға келіп бір тау-тасқа шығып кетіп па қайта келетін болса, ол адам өмірден қалмайды. Ерекшелігі сонда. Адамзат баласы тез үйреніп кетеді. Бірақ бұл үрдіс ешқашан Алланың жаратып кеткен физиологиялық тұлғасын жаңа ортаға келіп қойсаң да, ол сол ортаға үйреніп кете береді. Ал енді жасанды интеллект мына жақтағы жаңа ортаның физиологиялық тұлғаны роботқа ауыстыра алмайды әзірге. Роботқа ауыстырып біз үшін ойлап, біз үшін шешім қабылдаған кезде әрине болады деп ойлаймын. Сондықтан бұл үрдістің арасында кем деген 200-ден 300 жыл уақыт кетеді. Оны ұрпақ, 3-4 ұрпақ жойылғаннан кейін барып бір нәтижесін көреміз деп ойлаймын. Осының барлығы ой салады. Ойлағаннан ой шығады. Бүгінге әңгімеміз осымен тамам. Сау болыңыздар.